Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен бірге келіндеріңіз қоянның етінен палау жасайтын болады. Менімен бірге болыңыздар, қалай шығатынын көріңіздер. Ең алдымен сәбізімізді ашып, турап дайындап аламыз. Қалауларыңызша турайсыздар. Содан кейін етімізді турап дайындап аламыз. Қоянның етінен тек осындай плов қана жасауға болады. Басқа да тағамды білмедім, ол сұйық тамаққа келмейді. Қоянның еті негізі екіқабат кезде ырым бар ғой. Екіқабат кезде келіншектер жеуге болмайды, баласы қоян жырық болып туылады деген. Біздің үйде 1-2 адам ғана жемейді, қалған барлық қоянның етін жей береді. Екіқабат жүкті келіншектер болса, қоянның етін жемеңіздер. Негізі ол қазақтың өзінің ырымы. Қазанымызды қыздырып, жуамызды саламыз, одан кейін жаймен етімізді салып, шамалы 5-10 минуттай қуырып аламыз. 5-10 минут өткеннен кейін туралған сәбізімізді үстіне салып, тағы да 5-10 минут бұқтырамыз. Осылай суын құйып қайнатып, мен 4 кесе күріш салдым. Осылай шамалы бетінен асып тұру керек күріштің. Су астарыңыз дәмді болсын. Мінекей біздің палауымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса тіркеп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін.